Назарларыңызда Дина Нұрпейісова атындағы нөмірі 116 жалпы орта білім беретін мектептің Букворум клубының шығарылымы. Бағдарламаның тұрақты жүргізушісі мен Рахатова Мөлдір. Бүгін бізде алғашқы шығарылым. Лев Толстой айтқандай, жақсы кітап ақылды адамның әңгімесімен бірдей. Ендеше бағдарламамызға өздері оқыған кітапты әңгімелеуге келіп отырған қонақтарымыз мектебіміздің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Қанжігітова Шұға апайымыз және кітапханашы Сақова Гүлсінай апай. Қош келдіңіздер. Шұға апай, бүгінгі бағдарламамызға келіп отырғаныңызға үлкен алғыс білдіремін. Жалпы осы кітапқа деген қызығушылығыңыз қалай және қай жаста оянды? Рахмет, Мөлдірхан. Бұл бірінші әдебиетке деген құштарлық сол 12 жасымыздан басталды. Және біздің қазақ тілі әдебиеті пәнінен беретін ғалымжан ағайдың ұсынуы бойынша бірнеше әдебиеттерді оқуға талпынысым артты. Және осы өзіміздің қазақтың қоғам қайраткері Шерхан Мұртазаның 3 томдық трилогиясын «Жұлдызды көпір», «Қызыл жебе» және «Қыл көпір» болып аталады. Және мұндағы біздің қазақтың қоғам қайраткері Тұрар Рысқұловтың өмірі мен оның туған ортасы революциялық қызметін көрсетуге арналған кітаптарын оқи бастадым. Өте жақсы. Бүгін бізге қандай әдебиет алып келдіңіз? Осы Қызыл жебе трилогиясын айтып беретін боларсыз? Осы Шерхан Мұртазаның Қызыл жебе трилогиясында негізгі осы шығарманың тоқетер түйініне тоқталып кеткім келеді. Бұл жерде Тұрар Рысқұловтың өзінің әкесінің өміріне тоқталады. Және Рысқұлдың өмір сүрген кезі 1905 жылғы орыс революцияның қанды жексенбісі оқиғасымен тұстас келеді. Ал енді осы шығарманың негізі тәрбиелік мәні Тұрар бейнесі арқылы адамгершілікке, туған жерге деген сүйіспеншіліктерін арттыруға, жерге деген шығармашылық ізденіске жұмылдыру, елінің адал азаматына болуына тәрбиелеу. Қызыл жебе роман-эпопеясын тәуелсіздігіміздің баянды болуына қызмет ететін шығарма. Гүлсінай апай, сіз қандай әдебиет алып келдіңіз? Мен Жүсіпбек Аймауытовтың Ақбілек романын алып келдім. Жүсіпбек Аймауытовтың қазақ әдебиеті мәдениетінің тарихында аса бай құнды мұра қалдырды. Сол мұраның бірі Ақбілек шығармасы. Бұл шығармада сол бір жылдары аласапыран жылдардағы қазақ ауылының өмір шындығы, адамдардың тағдыры, өзгерістері, сол кездегі қоғамда болған өмір тіршілігі, заман тынысы кеңінен суреттелген. Тәрбиелік мәні бар шығарма. Өте жақсы. Гүлсінай апай, осы Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Кемелұлы ұсынған 30 кітабымыз бар. Соның алғашқы ондығымен таныстырып өтсеңіз. Президенттің жолдаған 30 кітабының алғашқы кітаптарының бірін оқып жіберейін. Абай Құнанбаевтың өлеңдері, қара сөздері, Мұхтар Әуезовтің Абай жолы, Әбіш Кекілбаевтың Үркер шығармасы, Ілияс Есенберлиннің шығармалары, Оралхан Бөкейдің Ұйқым келмейді, Мұхтар Мағауинның Аласапыраны және тағы басқалар. Өте жақсы. Енді біздің оқырмандарымызға қандай әдебиет ұсынасыз? Осы президентіміз жолдаған 30 кітаптың ішінде Мұхтар Әуезовтің Абай жолы эпопеясы бар. Осы Абай жолы эпопеясының бірінші томын оқуға ұсынамын. Құрметті оқырман, ұсынылған әдебиеттерді оқып, бағдарламамыздың құрметті қонағы болыңыздар. Келесі шығарылымға оқушыларды қонақ болуға шақырамыз. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.